Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәнінен 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. 6-шы сыныптың 4-ші тоқсан бойынша тжб талдауын талдаймыз. Достар, біздің осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, және біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Тапсырманы бастаймыз. Бізде бар жоғы 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырма. Суреттерді пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бірінші суреттің салынған кезеңі және екінші суреттің салынған кезеңі. Бұл бізде дүниежүзі тарихы екен. Осы уақыт аралықтарында көркем сурет өнерінде қандай өзгерістер болды дейді. Яғни біз бірінші сурет бұл орта ғасырлар кезеңінде салынған, екінші сурет қайта өрлеу кезеңінде салынған. Ерекшеліктері: сурет түстерінің қанық болуы, шынайылықтың басым болуы, құдайлардың бейнесін салудағы өзгерістер, адамдардың басты тақырыпты болуы. Келесі тапсырма. Шығыстың орта ғасырлық мәдениетін ерекшеліктерін сипаттаңыз дейді. Біз 4 түрге бөліп сипаттаймыз. Бұл бірінші, Самарқанд Ұлықбектің басқару кезінде астана болып, мәдениет және архитектура орталығына айналды. Екінші, 15-ші ғасыр аяғындағы 16-ші ғасыр басындағы ұлы ойшыл, Орта Азия ақыны Әлішер Науаи екі тіл бәсекелестілігі атты еңбегіндегі өзінің трактатында тілдердің мәдени маңыздылығын, оның байлығы мен мүмкіндіктерін теориялық тұрғыдан дәлелдеп берді. Үшінші, 16-шы ғасырдағы Орта Азияның ең керемет әдеби дәстүрінің жалғастырушысы Бабыр болды. Және оның ұлы еңбегі Бабырнама өмірбаян шығармашылығында жазылған ең алғашқы әдебиет үлгілеріне жатқызылады. Келесі тапсырма. Берілген ұғымдардың сипаттамасымен сәйкестендіріңіз дейді. Бізде кесте берілген, қарап тұрсақ, кестеде 7-ге дейін сан беріліпті. Осыларды ұғымдар деп берілген екен. Біз бірінші ұғымдарды оқып шығайық. Реформация, протестантизм, лютерандық, контрреформация, иезуиттік орден, гуманизм, кальвинизм. Сипаттамасы. Яғни бұл жерде дұрыс берілмеген сипаттамасы. Осыларды дұрыс сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сипаттама. Бұл бізде реформация. Реформацияның сипаттамасы F әрпімен берілген екен. Яғни Германиядағы католиктік шіркеудің халық тарапынан тоналуына қарсы қозғалыс. Екінші, протестантизм. Бұл бізде E әрпімен беріліпті. Римдік католицизм және шығыс ортодоксалдық шіркеумен бірге христиан әлемінің басты бөлімшелерінің бірі болып табылады. Үшінші, лютерандық. D әрпімен. Христиан дініндегі протестанттық ағымдардың бірі 16-шы ғасырда Германияда реформация қозғалысы нәтижесінде пайда болды. Төртінші, контрреформация. Бұл бізде S әрпімен берілген. Яғни 16-17 ғасырлардағы Еуропаны қамтыған реформация қозғалысына қарсы қозғалыс. Бесінші, иезуиттік орден. Бұл бізде V әрпімен берілген екен. Яғни сипаттамасы бір орталықтан басқарылатын, қатал тәртіпке негізделген, басшыларға сөзсіз бас июді талап ететін діни ұйым. Гуманизм. Алтыншы, А әрпімен берілген, адами құндылықтарды жоғары қою. Ең соңғы бұл бізде 7, кальвинизм. G әрпімен. 16-шы ғасырда реформацияның нәтижесінде Жан Кальвин негізін қалаған протестанттық діни ілім, ол өмір сүрудің тақуалық принципін негіздеді. Бізде ең соңғы тапсырма. Жаратылыстану саласы бойынша ғалымдардың пікірлеріне талдау жасаңыз дейді. Бізде 3 ғалым берілген: Галилео Галилей, Николай Коперник және Әбу Райхан әл-Бируни. Осылардың пікіріне талдау жасауымыз қажет. Галилео Галилей біздің ғасырымызда астрономия туралы базарларда айтылатындығын көремін. 2000 жыл бір қатар елдер күн және өзге де аспан денелерінің біздің жердің төңірегінде айналатындығына сенді. Ұлы мақсат туындады. Адамдар өмірдегі барлық заттың себебін түсінгісі келеді.
Екінші, Николай Коперник. Жер аспан өрісінің бір бөлігі болғандықтан, оның табиғаты мен қозғалысына ие бола отырып, орталыққа жақын орналасуы себепті аз қозғалады. Күн ғаламның ортасы, ал жер оның маңында айналады. Үшінші, Әбу Райхан әл-Бируни жер домалақ және оның айнала қозғалуда жердің тартылыс күші бар. Сонымен қатар жердің диаметрінде дәлме-дәл өлшеуге болады. Менің мақсатым жер меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу жоспары. Әртүрлі өлшеулердің айырмашылығын ойлап, салыстырып бас қатырғанша жаңа өлшеу. Сонымен қатар жердің диаметрінде дәлме-дәл өлшеуге болады. Менің мақсатым жер меридианы градусын ұзындығын қайта өлшеу жоспары. Әртүрлі өлшеулердің айырмашылығын ойлап, салыстырып бас қатырғанша жаңа өлшеу жүргізіп, бақылау көп тиімді. Мен ақиқаттың айналасынан шықпауға тырыстым. Бұл жерде ғалымдардың аттарын жазып, кесте жасаймыз. Бірінші, Галилео Галилей. Пікірлерінің мазмұны. Галилео Галилей өз пікірінде адамдардың астрономия туралы түсініктерінің кеңейе бастаған туралы пікір білдіреді. Ал пікір маңыздылығы, Галилей пікірінде аспан денелері қозғалысын зерттеуде астрономия ғылымының қосатын үлесін маңызын қарастырады. Екінші, Николай Коперник. Коперник айтқан пікірлерінде жер галактиканың маңызды бір ғаламшар екенін баяндайды. Николай Коперник жердің дәл күнді айналатындығын дәлелдеу арқылы ғылымға зор үлес қосқан. Үшінші, Әбу Райхан әл-Бируни. Пікірдің маңызмұны. Әбу Райхан әл-Бирунидің айтқан пікірінде жер меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу жоспары өзінің зерттеу мақсатында екенін түсіндіреді. Ал пікірінің маңыздылығы. Әбу Райхан әл-Бируни жер меридианы градусын өлшеу арқылы гелиоцентрлік жүйе және жердің тартылыс күші туралы болжам жасап, ғылыми маңызды зор жаңалық жасайды. Яғни барлығы өздерінің ойлап тапқан дүниелерін іске асырғысы келеді. Осымен біздің тжб талдауымыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы сабақтарыңызға сәттілік тілеймін. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сау болыңыздар.